Бүгін біз зауыт ұжымымен кездесіп, жаңа конституцияның нормаларын түсіндіру жұмыстарын өткіздік. Өте жақсы сұрақтар қойылды. Енді өздеріңіз білетіндей, жаңа конституция жобасында бұрынғыдай Қазақстан Республикасының қазба байлықтары емес, жалпы адамға бағытталған, оның құқықтары туралы, оның жетістіктері туралы, жаңағы өзгерістерден айтатын болсақ, жаңағы еңбек демалысына байланысты өзгерістер бар, жаңағы медицина саласында өзгерістер бар. Сондықтан бүгінгі кездесуіміз жақсы өтті, жақсы сұрақтар қойылды, жұмысқа байланысты. Біздің енді Өскеменге қатысы бар экологияның нормаларын жақсы атап өттік. Өйткені осыған дейін енді экология барлықтарыңызға мәлім. Сондай бір Шығыс Қазақстан Өскемен тұрғындар үшін өте өзекті мәселенің бірі болды. Сондықтан жаңа экологиялық норма бойынша сіз бен біз Қазақстан Республикасының азаматтары қоршаған ортаны қорғауға міндеттелеміз. Және осы қоршаған ортаға қандай да бір зиян келтіріп жатқан лауазымды тұлғалар болса, немесе сол фактілерді жасыру фактілері болып жатқан жағдайда жауапкершілікке тартыламыз. Сондықтан жақсы нормалардың бірі деп өзім есептеймін.